Галиби Галиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Халялова Ақгүл. Шәкәрім Құдайбердіұлы: қазақтың жаманы болмас. Қазақтың жаманы болмас, жаманнан аманы болмас. Бірігіп іс қылатұғын, түзелер заманы болмас. Бұл елде адалдық бар ма, ондайын байқадыңдар ма? Істейді нені де болса, наданға арамдық арма. Арсатар шайға да болса, бір асан майға да болса, ізденіп табады жейді, арамды қайда да болса. Жуаны қылады зорлық, момынның көргені қорлық, теп-тегіс қулық пен ұрлық, ал енді қайтып ер болдық. Галиби Галиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Халялова Ақгүл. Шәкәрім Құдайбердіұлы: адамшылық. Кісіге адамшылық неге керек? Адамдық өзге хайуаннан артық демек. Ит талаған төбеттен қалай дейсің? Аямай әл келгенін жұлып жемек. Мейірімсіз қасқырда да күшті өмір бар. Артылған жерің қайсы, онан бөлек. Үнемі сен жеріңді қайдан білдің? Бұл дүние кезек берер үстін керек. Онан қорқып, обырлық қылмасаң да, адам боп хайуаннан болсаң шерек. Жалмағанша жәрдемің тигізсеңші, жығылған жылағанға болып көмек. Мархабатты теріс деп кім айтады? Адамшылық сол дейді тамам зерек. Мейірім жақсы, зұлымдық жаман дейсің. Қасқырлыққа қайтесің қырдың келіп. Жаны ашып жәрдем қылмай өткен адам, өсіп-өшіп құлаған бір бетерек.